Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сары өріктен натуральный сок жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сары өріктер қажет болады. Өріктердің неғұрлым осылай езіліп піскен түрі болса, соғымыз соғұрлым дәмдірек болады. Ең алдымен өріктерімізді дәндерінен ажыратып тазалап аламыз. Тазаланған өріктерімізді үлкендеу ыдысқа салып, блендердің көмегіменен жақсылап езіп аламыз. Егер де блендер болмаса, мясорубканың көмегіменен езіп алсаңыздар да болады. Енді суымызды 2 еселеп, яғни осылай сәл толмаған 2 табақ суымызды үлкендеу ыдысқа құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Үстіне 1 килограмм қантты салып, оны да жақсылап қантымыз ерігенше қайнатамыз. Қайнап тұрған 2 табақ суымыздың үстіне 1 табақ өрігімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де толықтай қайнағанын күтеміз. Шырынымыз қайнағанша банкілерді осылай булап стерилизация жасап аламыз. Мінекей шырынымыз 1 рет қайнады, үстінде осылай көбіктері шығады, соны алып тастаймыз. Және де баяу отта 15 минуттай қайнатамыз. Дайын болып қалған шырынымыздың үстіне 1 шай қасық лимон қышқылын салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің шырынымыз дайын болды. Енді оны оттан алып, банкілерімізге құя берсек болады. Шырынды осылай ситадан өткізіп алып, банкілерге құйып шықтым. Мен шырынды ситадан өткізіп құйғандықтан, менде шамамен 6 литрдей ғана шырын шықты. Егер де сіздер ситадан өткізбей құятын болсаңыздар, яғни мякотимен бірге, онда шамамен 10 литрдей шырын шығады. Банкіге құйылған шырындарымыздың осылай қақпақтарын жауып шығамыз, және де төңкеріп қойып, беттерін орамалмен немесе көрпешелерменен жауып, 1-2 күнге қалдырамыз. Мінекей осымен біздің 100% табиғи өрік шырынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрі балаларыңызға да ұнайды.